Биыл Астанада 1900 орынға шақталған 5 жатақхананың құрылысын аяқтап пайдалануға беру жоспарланып отыр. 2025 жылға дейін тағы сыйымдылығы 11 мың адамға арналған студенттер үйі тапсырылады. Нысандар жоғары оқу орындарының сондай-ақ жеке инвесторлардың қаражатына бой көтереді. Ал бүгін осы жатақханаларды салу мен жобалау мәселелері бойынша заңдық қолдау көрсететін алғашқы фронт кеңсе ашылды. Бүгінде елордадағы 15 жоғарғы оқу орнында еліміздің түпкір-түпкірінен келген 67 мыңға жоқ студент білім алуда. Ілім ғылым ізімен басқалаға бет бұрған жастардың саны жыл санап артып келеді. Ел бойынша 55 мың жатақ орны тапшы болса, соның 22 мыңы Алматы, 15 мыңы Астана қалаларында. Биыл елордада 2 мыңға жоқ студент жатақханамен қамтылуға тиіс. Жоғарғы оқу орындары мен жеке инвесторлар бұл бағытта бірлесе күш салуда. Есігін ашқан жаңа фронт кеңсенің мақсаты да осы. Елорда бизнес қауымдастығына кәсіпкерлерге үлкен үндеу тастағымыз келеді. Қазіргі таңда жатақхана салу, жатақхана бизнесі өте жақсы бір тиімді бизнеске айналуда. Мысалы, Алматы қаласында оны тез түсінді кәсіпкерлер. Осындай мүмкіндікті қолдана отырып, біздің фронт офисімізге, жобалық офисімізге қош келдіңіздер. Жыл сайын 10 мыңға студент келіп жатыр елордамызға. Сондықтан бірігіп жұмыс істейік, оқушыларымызды жақсы, комфортты төсек орындармен қамтамасыз етейік. Биылдан бастап қаржы орталығы ғылым және жоғары білім министрлігі әзірлеген жаңа тетік бойынша қолдау көрсетеді. Пайдалануға берілген әрбір төсек орын саны үшін жаңа жатақхананың құрылысы субсидияланады. Сондай-ақ студенттерді жатақханамен қамту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру аясында қала әкімдігі инвесторлар мен жоғарғы оқу орындары арасында ынтымақтастық меморандумы бекітілді. Рухани Асқар, Аружан Шуақбай, Хабар 24.